Ал созылуға арналған жаттығуларымызды бастаймыз. Терең дем аламыз. Жақсылап созыламыз. Қолдарымызды артымызда айқастырып, арқамызды жазамыз. Ал енді оң аяғымызбен алға қадам жасаймыз. Қолдарымызды жоғары көтеріп, төмен түсіреміз. 1, 2, соңғы рет. Ал енді қолымызбен шеңбер, терең дем аламыз. Қайталаймыз. Оң аяғымызға қарай еңкейеміз. Екі қолымызбен жақсылап созыламыз. Қайталаймыз. 1, 2, 3. Ал енді сол тіземізге отырып, жаттығуларымызды қайталаймыз. 1, 2, арқамызды жазамыз да бүгеміз. Қолдарымызбен шеңбер, терең дем аламыз. Еңкейеміз. 1, 2, 3, жақсылап созыламыз. Қайталаймыз. 1, 2, үшінші рет. Бастапқы жағдайға келеміз. Сол аяғымыздан қайталаймыз. Қадам алға созыламыз. Жауырындарымызды қосамыз. 1, 2, 3, 4. Соңғы рет. Ал енді қолымызбен шеңбер. Алға қарай созыламыз. Сол қолымызбен. Өте жақсы. Қайталаймыз. Қолдарымызбен аяғымыздың ұшын тігіземіз. Тіземізге отырамыз. Жалғастырамыз. Алға, артқа. Жарайсыздар. Арқамызды жазамыз, бүгеміз. Қолдарымызбен шеңбер. Өте жақсы. Еңкейеміз. Жарайсыздар. Созыламыз. Соңғы рет. 1, 2, 3. Көтерілеміз. Қолдарымызбен шеңбер. Терең дем аламыз. Демімізді шығарамыз. Қолдарымызды көтереміз. Жақсылап созыламыз. Төмен түсіреміз. Артымызда қолдарымызды айқастырып созыламыз. Жарайсыздар. Сонымен бүгінгі біздің жаттығуларымыз аяқталды, достар. Достар, таңғы асты жаттығудан кейін және оған дейін бір стакан су ішу керек екенін білесіз бе? Сондықтан көрермендерге астарыңыз дәмді болсын деп сәтті жұмыс күнін тілейміз. Ал оқушылар сабақты жақсы оқысын дейміз. Бұған оқушыларға арналған тегін бейне сабақтар ұсынатын біздің мектеп онлайн YouTube жобамыз көмектеседі. Сіздермен бірге жаттығу жасағандар біз Сымбат, Костя және мен Аружан. Ал біздің бағдарламамыздың серіктестері Нефертур туристік компаниясы және Барон Резорт отелі. Ертеңгі кездесуге дейін сау болыңыздар!